Hi guys, сәлем достар, олай болса магистратура 2023 кетіп қалады деген сұрақтарға тоқталып кетелік. Олай болса, кеттік. The exams be next month. Be тұрса алдында не болу керек? Will болу керек. The exams will be next month. То есть экзамендер, емтихандар ендігі ай болады деп просто айтып жатыр. Ешқандай план емес, просто айтып жатса, сондай қоя саламыз. Бәрекелді, олай болса келесі сұрақ бізде. At 9 o'clock yesterday morning we for the bus. Кеше сағат 9-да дейді біз автобус күтіп атқанбыз. Көрдіңіз, күтіп атқан деген созу керексіз. Значит, ing болады. We болса, was деген қолданбаймыз, не болады? Were болады. We were waiting for a bus дейді. Значит, жауап не болады? Б. Созып атасты. Today the weather nice, but yesterday it cold. Today бүгін ғой, бүгін осы шақ is. Today the weather is nice. Бүгін жақсы дейді. Yesterday кеше өткен шаққа біз не қоямыз? Was. It was. То есть бүгін погода жақсы, кеше суық болған. Past simple. Бәрекелді. Every evening at 9 o'clock he күніге дейді. Не әрекет қайталана берсе, ол present simple деген сөз. He болса s қосасын соңына. Will takes емес, has taken емес, takes. Take деген бастап формасы he болған үшін s қосасын. He takes his dog for a walk дейді. Күніге сағат 9-да итімен не істейді, қыдырып шығып қайтады дейді. Әрекет қайталана береді, сондықтан соңына s қосамыз. He at 7 and breakfast at 7:30 every morning дейді. Күніге таңертең. Значит, бұл да жаңағы тура қайталана беретін әрекет. Кілт сөз не болып тұр? Every morning, күніге. Болды. Значит, it's бастап формасы немесе s қосасыз. He wakes up at 7 and has breakfast. He болған үшін has wakes. Б. Келесі. I'm sorry, I come in. Might-тан кейін су қолданбаймыз, can-нан кейін су қолданбаймыз. Could I come in деп айтуға болады, бірақ have to тоже болады, бірақ нәрсемен сұрақ беріп тұр да. Кіруге бола ма деп, мүмкін ба деп. Сол кезде не болады? May I come in? Кірсем бола ма, рұқсат па? Could деген бір өтініш жасаған кезде айтасыз. Ана жерде сіз рұқсат сұрап тұрсыз. Сол үшін не болады? May болады. He write this in transcription дейді. He қайсы болады? Комментке пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Және де ағылшын тіліңізді дамытқыңыз келсе, біздің 2 айлық курсқа жазылсаңыз болады. 1 ай мен кері байланысымен жұмыс жасаймыз, ол 19.990 теңге болады. 2 айға кері байланыссыз ол 14.990 теңге болады. Яғни кері байланыс жасамай тек қана курсты береміз, үй жұмыстарын береміз. Ал кері байланыспен деген менімен әр бас берсеңіз сайын ағылшын тіліңізді жаттығатын боласыз. You practice your English every Sunday with me. Thank you guys. Thank you for your attention. See you later. Bye.